Құрсын, әне күні жоба қылып отырсам бір кісі айтады, майым мен Илон Масктың сен құсап отырып сөйлейтін уақыты жоқ, олар жұмыс істейді дейді. Ойбай айналайын, мен майын емеспін ғой, Илон Маск емеспін ғой, енді отырып сөйлегеннен басқа не істеймін? Сонымен достар, бүгін тағы да енді біраз майым болмағаннан кейін, Илон Маск болмағаннан кейін тағы да біраз сөйлейік Құрсын. Енді мен өздеріңізбенен мынау бірталай кітаптарды ортақтасып жатырмын. Солардың ішіндегі жақсы қарсы алуға бөлінгендері мына Бабилондағы ең бай адам болды. Одан кейін құбыр әңгімесі болды өзімнің аудармамдағы. Енді қазір мына Бардамеке мен Зардамекені айтып жатырмын ғой. Енді бастайық. Бүгін тағы да сол Бардамеке мен Зардамекенің өте бір қызықты, маңызды тақырыптарына келе жатырмыз. Яғни енді байлар өзінің мал мүлкін қалай еселейді. Алдыңғы жолы айттық қой. Қарапайым адамдар өздерінің кірісіне, яғни осы айда қанша пұл таптым, қанша кіріс кіргіздім деген нәрсеге мән берсе, ал енді жаңағы байлар менің мал мүлкіме тағы қаншалық мал қосылды. Мысалы, менің қорамда қойым көбейді ма? Я болмаса менің тағы да бір бөлімше дүкенім көбейді ма? Деген секілді мал мүлікке мән береді екен да. Сондықтан бүгін енді біз осы байлардың жағы тағы да қандай мал мүліктер арқылы кіріс кіргізеді, осыны бір көрейік. Мүмкін бұндай мүмкіндіктер әрбір қарапайым адамда да бар да. Мәселе біз оны жаңағы байқай алмай жүрген болуымыз керек, немесе байқасақ та соған батылдық етіп істей алмай жүрген болуымыз керек. Олай болса, бүгін тағы да бір рет байларша бір ойланып көрейік қалай. Абай атам айтты ғой енді, болмасаң да оқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз деді. Ендеше оқсап көрейік, болмасақ та. Алдымен адам санасы арқылы дамиды. Одан кейін барып ол шынайы нақтылы жаңағы әмелиятқа айналады. Сондықтан ой қиялдың ұшқырлығы болмай тұрған жерде адамда үлкен табыста нәтижеде болмайды. Қалай? Онда жоба жаңға келіңіздер.